Сәлем достар, дәл қазір Жетісай қаласындамыз. Жетісай қаласында болсаңыздар, егер де рынокқа кіретін болсаңыздар, міндетті түрде кіреберіс жерде, нан сататын жерлерде жаңағыдай қылмынды сатады. Қылмынды деген достар, маған өзіме қатты ұнайды, дәмі заварный крем бар ғой, соған ұқсайды дәмі. Міне қараңыздар, мына жақта кіреберіс жерде осындай қылмынды сатады. Қылмындың бағасы шамамен бір штугы, яғни бір данасы 200 теңге. Біз дәл қазір бізге ұнағандықтан 5 данасын алдық, яғни 1000 теңгеге ала салдық. Қылмындыны тек қана осы Жетісайда ғана сатады, тек қана бір ғана точкада, яғни кіреберіс жерінде ғана сатады. Егер де Жетісайға келетін болсаңыздар, міндетті түрде қылмындыны алыңыздар. Қыздар, Жетісайға келген сайын үнемі қылмынды сатып аламын, қылмынды жемей кетпеймін. Қылмындыны негізі үйде де дайындап жеуге болады, егер де құрамын білетін болсаңыз. Қылмындыны жасайтын апайдан сұхбат алдым, яғни интервью алдым. Маған бұл апай өте қатты ұнады. Жүгері, самса, сосиска, шұжықпен барлығын сатады. Ең бастысы клиенттің көңілін таба білетін адам. Қылмындыны қалай дайындайсыз деп сұрадым. Қамырына тұз су қосамыз, креміне сүт, ұн, шекер. Сол сіздерге ұнаса, біз үшін мәртебе, рахмет, алғысымыз шексіз, мәртебеңіз биік болсын. Күл Қазақстанға жалын сәлем. Сіздерге ұнайды деген үміттемін, және ұнатуға тырысамын. Рахмет. Ояқ адамдар бізден алады да, таппай жатыр. Олар да естідік, бірақ білмей адамымыз дейді. Ал енді білмейді біз пісіреміз бірақ. Мен негіз бір әпкемнің шәкірті болғам. Шымкентке көшіп кетті. Дәл қазір Жетісайдың базарындамыз, яғни рыноктамыз. Дәл қазір жүрек жалғап алайық деп осындай тамақтанатын, кәуап пісіретін жерге келдік. Мына жақта окорочкадан дайындалатын кәуаптар шамамен 600 теңге. Ал біз жақсы көретін шашлык, яғни кәуап, ол молты, бағасы бір данасы 500 теңге. Дәл қазір мамамдармен осында қазір тамақтанайын деп отырмыз. Іші осындай, обычно қарапайым жер, но енді рыноктың тамағы өте дәмді. Қыздар, енді қылмындың дәмін көреміз. Қылмынды бағасы 200 теңге, бағасына сайма тексерейік. Дәмі заварной крем бар ғой, соның дәміне ұқсайды. Құрамына кәдімгі ұн қосылатын сияқты, жұмыртқа және қант, дәмі өте керемет. Дәл осы шашлы, яғни кәуап бағасы бір данасы 500 теңге. Міне осындай кәуап келді бізге. Қыздар, маған кәуап ұнаған жоқ, мамама ұнады, бірақ маған ұнаған жоқ, соңына дейін жей алмадық. Қолдығы көрінеді.
дәл осындай ыстық күнде егер де базарға баратын болсаңыз, міндетті түрде жүгері көже ішіп алыңыз. Жетісайда жүгері көже бір кесесі 100 теңге екен. Айнасында жүгері көже жеймін. Болды, ұстап жүре ғой. Аяқ ауырса, қазір қайтамын. Басқа аяқ киім алып берейін ба? Ана аяқ киім болмай ма саған? Ал? Аяқ киімді үйде киеміз, е? Иә, аяқ киім үйде бар. Аяқ киімді үйде киеміз. Айназёкаға күшті аяқ киім алдық. Мынау қара блузка қанша? Жоқ, ақ қара тұр ғой. 4 мың. Ана жасыл блузкалар қанша? Мында ақша. Дача.
қыздар, біз базар аралап болдық. Өзімізге ұнатқан көйлектерімізді міне базардың ішінен таптық. Нұр-Сұлтан қаласында негізі осындай рыноктар өте көп. Евразия бар, торговый дом Артем бар, Биг Шанхай бар, центральный рынок бар да. Ал Жетісайда бір ғана базар, бір ғана жер, бір ғана жерден барлығын алып кете аласың. Қыздар, арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лүпіл басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барынша пайдалы видеолармен сіздермен бөлісемін.